Ғасырға жуық ғұмыр кешкен Махамбет университеті үшін биылғы жыл жеңісті де жемісті, әрі нәтижелі болды. Оған дәлел Махамбет ұрпақтары еліміздің оқу орындарынан оза шауып, ұшқыр ойларымен алдыңғы қатардан көрінді. Ал ұстаздар, профессор, оқытушылар құрамы, қызметкерлер өз біліктіліктерін дәлелдеп, қалтықсыз еңбек етті. Осыған орай білім ордасында жыл қорытындысы ретінде салтанатты шара өтті. Алғаш сөз алған университет басшысы Серғалиев Нұрлан Хабибуллаұлы ұжымға ақ жарма тілегін жеткізді. Я хочу, чтобы Новый год принес нам всем успехов, удачи. Этот будет год тоже не простой. Но я хочу сказать, вот оглядываясь назад, мы всегда смотрим и думаем, не было никогда, чтобы было все легко. Но за счет того, что именно в таких ситуациях, в трудных, мы все вместе, рядом, бір-бірімізге тірек болып, осылай жүргенімізге мынды бір рахмет сізге за поддержку, за то, что весь коллектив, все как один, как бы то ни было, все разные, но мы все вместе двигаемся к одной цели. Мы работаем на то, чтобы наше будущее, біздің балаларымыз осы маман болып, болашақта ел азамат болған үшін бәріміз осыған үлес қосып жүрміз. Сондықтан баршаңызға тағы да бір мың рахмет, бәріміз аман болайық. В новом году счастья, успехов, всем нам здоровья. Шара барысында алғыс хат, мақтау қағаздары қарша жауды. Мерекелік марапаттарға бір топ ұстаздар қауымы мен қызметкерлер ие болды. Атап айтқанда Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің және Батыс Қазақстан облысы әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хаттары берілді. Расымен 2022 жыл білім ордасы үшін жемісті болды. Ең бастысы, университет өзінің 90 жылдығын атап өтті. Десе де келер жылға сенім мол. Сондықтан бар жастық, жалын жігерімізбен білім ордасының қарыштап дамуы жолында жұмылып жұмыс жасай білейік. Университетіміз нағыз өз елінің патриоты мен елін құрметтей білетін, әлемге әйгілі ететін тұлғаларымыз көп болғай. Осы 90 жылдық тарихында үлкен-үлкен кезеңдерден, үлкен-үлкен жетістіктерге жетіп, қиындықтардан да өтті, дегенмен де өзінің алға қойған мақсатына, бағытына біздің университетіміз түгел ұжымымен қадам басып келе жатыр. Сондықтан да алдағы келетін жылда тек қана шаттығымен, қуанышымен әрбір осы университетіміздің ұжымы, жалпы оқытушыларына, профессорлық оқытушылар құрамына, отбасыларына тек қана жақсылық алып келсін, жетістіктен жетістікке жете берейік. Ең бастысы отбасылар аман болып, айналамыз түгел болып, тек қана жақсы күндерде жолыға берейік. Айта кетсек, білім ордасында осы кезге дейін 100 мыңнан аса маман даярланған. Бүгінгі таңда университетте 6 мыңнан аса студент сапалы білім алуда. Оған қоса Батыс Қазақстан университеті халықаралық қауымдастықтан ойып орын алған білім ордасы екені хақ. Қазіргі таңда университетте 17 ғылым докторы, 131 ғылым кандидаты, 10 философия докторы, 159 магистр қызмет атқарады. Сонымен қатар білім ордасының қызметкерлері де университет дамуы мен өркендеуі үшін қосқан үлестері орасан зор. Қорытынды кеш мың бұралған би әсем әнмен әрленді.